Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарымыз түсіңізде жылан көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсіңізге жылан кіргенде қобалжып оны қандай да бір жамандықтың белгісі деп қабылдайтынымыз рас. Жорғалаушының түске кіргенде қалай болжауға болады? Осы және өзге сұрақтарға жауап табу үшін танымал түс жорушылардың болжамына зерттеп көрдік. Түсіңізге ақ жылан көрсеңіз, әлдекімнің қиын жағдайда аяқ астынан берген көмегі деп түсіндіріледі. Егер түсіңізге кірген жылан алып болса, онда күллі адамзатқа қауіп төніп тұр деген сөз. Түсіңізде ешкімге ешқандай зияны жоқ жыланның кіруі бойыңыздағы болашаққа деген күмән мен күдіктің бар екендігін білдіреді. Түске улы емес жай ғана жыланды кіруі ірі қарсыласпен шайқаста сіздің жеңіске жететініңізді білдіреді. Әйел адам түсінде жылан кірсе, онда бұл балаларының өмірі мен болашағына алаңдап жүр деген мағынаны білдіреді. Кейде мұндай жағдайда әйел адам ер адамның қарым-қатынасын үзген абзал. Алайда бұл тек ерлі-зайыптылардың ұрыстарының амал-тәсілдері деп қана біліңіз. Әйел адам түсінде өлген жылан шағып алса, бұл әйел өңінде жақын адамдарының опасыздығы үшін қиналатын болады. Егер әйел адам жыланның ысылдаған даусын естіп, алайда оны көрмесе, түс жорамалы бойынша оның өмірі жақын адамдарының сатқындығы мен опасыздығы күтіп тұр. Егер әйел адам жыландар арбап алып, ол түсінде қозғала алмаса, түс жорамалы, онда ол заң немесе жақындары тарапынан қорғалмайтын болады. Ер адам жыланды өз төсегінде көрсе, онда әйелі оған опасыздық жасайды деген мағынаны білдіреді. Ағаш бойымен жоғарыға қарай өрмелеп бара жатқан жылан, ол қызғаныш, ауру немесе адамның рухани тұрғыда шаршауының белгісі. Түсінде суда жай ғана жүзіп жүрген жыландарды көрген адамдар үшін қорқудың қажеті жоқ. Мұндай түс армандарыңыз орындалудың белгісі. Жыланды өлтіру деген түс көрушінің өңінде өзінің жауларын жеңуге әбден қауқарлы деген мағынаны білдіреді. Түсіңізде жылан қолыңызды шағып алса, жауларыңыз сізге тағы бір соққы береді деген мағынаны білдіреді. Жалпы жылан туралы түс келе жатқан қауіппен бірге жеке сипатқа ие болуы мүмкін. Ол үшін аталған түс жорамалдардың мұқият оқып, өз түсіңізді дұрыс жоруға тырысыңыз.